Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен 9 сынып санның факториалы орналастырулар мен алмастырулар тақырыбының В және С деңгейлі есептерін шығаратын боламыз. Егер де А деңгейлі есептерді іздесеңіздер, каналымнан алдыңғы видеоны тамашаласаңыздар болады. Ендеше В деңгейінен бастайық. Бірінші 8-де 6-шы есеп теңдеуді шешіңдер. Бізде берілген аны біз А, Н, К-ның формуласымен ашатын боламыз. Оны сіздер алдыңғы сабақтан білесіздер. Сонда да қайталап өтсек, бізде алымында n факториал, ал бөлімінде n минус k факториал болатын. Минус k факториал. Берілген a x-тан 1-ді ашатын болсақ, алымында x факториал, бөлімінде x минус 1 факториал болады. X факториалды біз x минус 1 факториал көбейтілген x деп жазсақ болады. Бөлімінде x минус 1 факториал. Сонда x минус 1 факториалдар қысқарады да, бізде x-ның өзі қалады. Ал есептің шартында бізде бұл ax-тан 1 2-ге тең. Сонда бізде x-ымыз тең болады 2-ге. Есептің жауабы x тең 2. Енді екіншісіне көшсек, ax-тан 1, біз жаңа алдыңғы біріншісінде есептеп кеткендей, ол бізде x-қа тең. Есептің берілгенде ax-тан 1, яғни x бізде 2x-қа тең дейді. X ол 2x-қа тең бола алмайды. Бізде x белгісіз, сондықтан да бұл бізде құр жиынға тең. Яғни есептің шешімі болмайды. Келесі 8-де 6-ның үшіншісіне көшейік. Бұнда да дәл солай, аның формуласымен ашсақ, a x-тан 2 тең болады x факториал бөлінген x минус 2 факториал. X факториалды x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x деп жазып алсақ болады, ал x минус 2 факториал бөлімінде өзі қалады. Сонда бізде x минус 2 факториалдар қысқарып, x көбейтілген x минус 1 қалады. Бұл есептің шарты бойынша бізде 2x-қа тең. Жаңа ашатын болсақ, бізде шығады x квадрат минус x. 2x-ті теңдіктің сол жағына жіберсек, минус 2x тең 0-ге. Минус x пен минус 2x бізде минус 3x-ті береді. Енді x-ті жақшаның сыртына қайтадан шығарсақ, x жақшаның ішінде x квадраттан бізде x қалады, және де минус 3 қалады. Енді осыдан бізде есептің бір жауабы x тең 0, екінші жауабы x тең 3 болатынын көреміз. Алайда біздің есебімізде a x-тан 2 деп тұр. Осы жерде біз назар аударуымыз керек. Егер жоғары жағында мысалы 2 тұрса, біздің ізделінді x-ымыз 2-ден үлкен болуы керек. Біз мына жерде 0 деген жауапты алмаймыз. Есептің жауабы x тең 3 болады. Келесі төртіншісіне көрсек, ax-тан 2-ні біз үшінші есепте шығарып кеттік. Ол бізде x квадрат минус x-ті береді. Есептің берілгенде бізде ол 3x қосылған 12-ге тең дейді. 3x теңдіктің сол жағына минус 3x болып көшеді, минус 4x-ті береді. А плюс 12 минус 12 болып келеді, тең 0. Енді осы жерден дискриминантын тапсақ, бізде b квадрат, ол 4-тің квадраты азайтылған, мына жердегі минуспен қосылған болады. 4 көбейтілген 12, ол бізде 48-ге тең. Сонда 64-ге тең болады екен. Ал x1 мен x2-ні табатын болсақ, x1 және де x2 тең бізде 4 плюс минус. Түбірасты дискриминанттан бізде 8 шығады, бөлінген 2. Бізде 6, минуспен есептегенде бізде минус 2 шығады. Жаңа айтып өткенде бізде x мына 2-ден үлкен болуы керек. Сонда бізде минус 2-ні алмаймыз жауап ретінде, 6-ны аламыз. Келесі 8-де 7-ші есепке көшсек, 20 оқушыдан сынып басшысы мен спорт жұмыстарына жауап берушіні таңдаудың қанша тәсілі бар? Есепте бізде барлығы n тең 20 оқушы берілген, және де біз қарап тұрсақ, сынып басшысы және де спорт жұмыстарына жауап берушіні таңдауымыз керек. Демек, 2 баланы таңдауымыз керек. Бұл бізде қайталанбайтын орналастыру болады. ANK, n мен k-ны орнына қоятын болсақ, бізде a 20-дан 2. Ол тең болады алымында 20 факториал
бөлімінде 20 азайтылған 2 факториал, ол бізде 18 факториал. Факториалды біз 18 факториал көбейтілген 19 көбейтілген 20 деп жазсақ болады. Енді 18 факториалдарды қысқартамыз. Көбейтілген 20 бізде 380-ге тең. Біз 380 тәсілмен таңдай алады екенбіз. Есеп 3, 4 және 5 бағаларының бірін 2 оқушыға қоюдың қанша тәсілі бар? Бізде есептің берілгенде айтылмаған, бір қойылған бағаны екінші рет қоюға болмайды деп. Сондықтан біз мысалы мына бірінші баланың, екінші баланың бағасы деп есептесек, бірінші балаға біз 3 бағаның үшеуін де қоя аламыз. Екінші балаға да біз қайталанбау керек деген шарт болмағандықтан 3 бағаны да қоя аламыз. Екеуін көбейтсек, бізде 9 шығады. Есептің жауабы 9 болады. Келесі 8-де 8-ші есеп. 2 фигураны 6 түспен бояудың қанша тәсілі бар? Бізге барлығы 6 түс берілген. Сол 6 түспен біз 2 фигураны бояймыз. АНК-ның формуласымен шығарсақ, біз А 6-да 2-ні есептейміз. Тең болады. 6 факториал бізде 4 факториал көбейтілген 5 көбейтілген 6-ны береді. Бөлімінде 4 факториалдың өзі 4 факториалдар қысқарып, 6, 5 көбейтсек 30 болады. Келесі екінші есеп 1 және 2 цифрларының көмегімен жазылатын 1000-нан кіші натурал сандар қанша? 1000-нан кіші натурал сандарды біз 3-ке бөліп жазайық. Бірінші бізде бір таңбалы сандар. Бір таңбалы 1 және 2 цифрларының көмегімен жазылатын бізде 2 сан бар. 1 және де 2. Сонда 2 деп жазып қояйық. Келесіде 2 таңбалы сандарды алайық. Біз бірінші ұяшыққа 1-ді де 2-ні де қоя аламыз. Яғни 2 санды да екіншісіне де 1-ді де 2-ні де қоя аламыз. Сонда бізде 4 шығады. Келесіде 3 таңбалы сандар, 1-ді де 2-ні де қоя аламыз. Мына жерге де 3-ші ұяшыққа да 2 санды да қоя аламыз. Сонда 8. Енді осы барлық цифрлардың санын қосып шықсақ, 14-ке тең болады. Есептің жауабы 1000-нан кіші 1 және 2 цифрларының көмегімен жазылатын 14 сан бар. 8-де 9-шы есеп теңдеуді шешіңдер. Формуламен AX-та 2-ні жазып алайық. Ол бізде тең болады x көбейтілген x минус 1. Ол алдыңғы есептерден бізге белгілі. Бізде 20-ға тең дейді. Сонда жақшаны ашсақ x квадрат азайтылған x бізде тең 20-ға. 20-ны теңдіктің сол жағына шығарсақ, бізде квадрат теңдеу шығады. Дискриминант тең b квадрат минус 4ac. Сонда плюс 80 болады. 4-ке 20-ны көбейтсек тең 81. 1 қосылған түбірасты дискриминант 9-ды береді. Бөлінген 2. Ол тең 5-ке. Ал x2 тең азайтылған 9 бөлінген 2. Бірақ та алдыңғы есептерде де айтқандай, бізде x2-ден үлкен болу керек. Сол үшін 5 деген жауапты аламыз. Екіншісінде px тең 24-ке. Бізде x-тің факториалы 24-ке тең деген сөз. 24 ол бізде 4-тің факториалы. Келесі үшіншісі AX-тан 2, ол бізде жаңа жазып кеткенде x минус 1-ге тең. Есептің шартында да ол x минус 1-ге тең дейді. Біз x-ның орнына кез келген санды қойсақ та бұл теңдік орындалады. Бірақ та біз ұмытпауымыз керек, x бізде 2-ден үлкен болу керек. Сонда біз есептің жауабын 2-ден плюс шексіздікке дейін деп жазсақ болады. Келесі 8-де 10-шы есептің біріншісі AX-тан 3 тең 14x минус 2x квадрат теңдеуін шешу керек. AX-тан 3 бізде бірден жасақ, ал мұнда x факториал бөлімінде x минус 3 факториал болады. X факториалды біз x минус 3 факториал көбейтілген x минус 2 көбейтілген x минус 1 көбейтілген x деп жазсақ болады. Бөлімде x минус 3-тің факториалы өзі қалады. Факториалдарды қысқартамыз. Тең болады x минус 2 мен x минус 1-ді көбейтсек, бізде x квадрат минус 3x плюс 2. Осы өрнек бізде 14x минус 2x квадратқа тең. Мына жақшаны бірден ашып жазсақ, x куб минус 3x квадрат қосылған 2x тең 14x минус 2x квадратқа. X кубтың өзін жазамыз.
минус 2х квадрат сол жаққа плюс 2х квадрат болып келеді, сонда минус 3х квадратпен ол минус х квадратты береді. Ал плюс 14х минус 14х болып келіп, сонда минус 12х-ті береді. Тең 0-ге. Х-ті жақшаның сыртынан шығарып, оны бөлек 0-ге теңестірейік. Ал х жақшаның сыртынан шыққан кезде бізде жақшаның ішінде х квадрат минус х минус 12 деген квадрат теңдеу қалады. Бізде х тең минус 3, ал х 2 тең 4 болады. Есептің шарты бойынша бізде х 3-тен үлкен болу керек, сол үшін х тең 4 деген жауапты аламыз. Ал екіншісіне көрсек, бізде а х-тан 3-тен бізде х куб минус 3х квадрат плюс 2х шыққан болатын. Ол тең 20х қосылған 4х квадратқа. Енді барлығын теңдіктің сол жағына жинасақ, х куб 4х квадрат минус 4х квадрат болып келеді, минус 7х квадрат плюс 2х минус 20х минус 18х-ті береді. Жерден х тең 0, х квадрат минус 7х минус 18-ді 0-ге теңестіреміз. Сонда дискриминант тең 49 қосылған 72. Ол тең болады 121. х1 тең 7 қосылған 11, түбірас дискриминанттан 11 шығады, бөлінген 2 тең 9-ға, ал х2 тең 7 минус 11, бөлінген 2 тең минус 2. Х-ымыз бізде 3-тен үлкен болу керек, сондықтан да х тең 9 деген жауапты аламыз. Келесі үшінші есеп а х-тан 3 тең 2х куб минус 5х квадрат минус 6х. А х-тан 3 бізде алдыңғы есептерден тең болды х куб минус 3х квадрат плюс 2х-қа. Есептің шарты бойынша ол тең 2х куб минус 5х квадрат минус 6х. Енді х кубты теңдіктің оң жағына жіберсек, 2х куб азайтылған х кубты береді. Минус 5х квадрат плюс 3х квадрат минус 2х квадрат минус 6х минус 2х минус 8х тең 0. Х-ті жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде қалады х квадрат минус 2х минус 8 тең 0. Бұдан х тең 0. Ал мына квадрат теңдеуден дискриминант тапсақ, дискриминант тең 2-ның квадраты 4, қосылған 4 көбейтілген 8, 32 тең 36. Бұдан х1 тең 2 қосылған түбірасты 36 бізде 6-ға тең, бөлінген 2 тең 4-ке, ал х2 тең 2 минус 6 бөлінген 2 тең минус 2. Бірақта есептің шарты бойынша бізде х 3-тен үлкен болу керек, сонда х тең 4 деген жауапты алатын боламыз. Осымен 8-де 6, 8-де 10 есептердің барлығын шығардық. Сабақты соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.